Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, достар. Алдында осы аққайыңға байланысты сұрақ қойған едім. Кәдімгідей көпшілік арасында резонанс тудырып, көп адамдар жауап жазды, бірақ бір адам дұрыс жауабын жаза алмады. Не себепті? Ауқатты бай адамдардың енді комменттерінде тек қана аққайың жағады деген сұрақ қойған едім. Әркім әртүрлі жауап берді. Біреулер айтты, қызуы жақсы деді, біреулер айтты, түтін шықпайды деді. В общем, түрлі сөздер айтылды. Бірақ негізгі себеп бұл аққайыңның бір қасиеті, ол пытырламайды. Яғни мысалға байқайсыздар ма, пешке от салсаңыздар, отын пырт деп анандай жаңағыдай кішкентай жарым искралар ұшып жатады ғой. Аққайың бір қалыпта алаулап қана жанады. Яғни пытырлап, шытырлап, жаңағыдай нелер лақтырып, искра лақтырып емес, ұшқын жақтырып емес, тек қана алаулап қана жанады. Яғни мысалға байқайсыздар ма, киноларда көрген шығарсыздар, каминнің қасына кілем төсеп қойып, жаңағы сусындарын ішіп, тамақтарын жеп, әңгімелесіп отырады ғой. Аққайыңның бір қасиеті сол, ешқандай ұшқын ұшырмайды, тек қана алаулап жанады. Жауап осы. Білмесеңіздер, міне жауабы. Қабыл алыңыздар.